ата-аналар, армысыздар қымбатты оқушылар. бүгін қараша айының 16 күні мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің декадасын ашық деп жариялаймыз. Сіздерді сырлы тіл, нұрлы тіл, жырлы тіл, қазақ тілі атты декада барысында өтілетін қызықты іс-шараларды тамашалауға шақырамыз. Халқымыздың салт дәстүрі бойынша аталы сөз батадан сөз бастайық. Әумин. Батам батпасын, батам жерде жатпасын, қазақ тілі халқымның мәңгілікке сақталсын. Әумин. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен өмірімнен, құлағыма сіңірген аңыз үнін. Тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Қазақ тілі ресми тіл. Қазақ тілі көркем тіл. Танытқан қазағымның қазақтығын, танытқан қазағымның ғажаптығын, танытқан қазағымның азаттығын. Айналдым құдіретіңнен қазақ тілім. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім.